Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Өте жұмсақ болып пісетін пирожки дайындайтын боламыз. Салмасында неше түрлі салма қоссаңыздар болады. Менің жағдайымда картоп қостым. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бір жұмыртқаның үстіне тұз саламын, ашытқы саламын және де сұйық май саламын. Араластырамын. Енді ыстық сүт құямын. Сүт бізде қатты ыстық болмауы керек. Жақсылап барлығын араластырамын. YouTube каналымда басқа да рецепттер бар, сол рецепттерді қолданып көрсеңіздер болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнды саламын. Бөлшектеп аз-аздан саламын, араластыра отыра, осылай вилкамен бірінші жақсылап араластырып аламын. Содан кейін қалған ұнды саламын да қолмен жұмсақ етіп қамыр илеймін. Қамыр бізде жұмсақ болып тұру керек. Қамыр дайын болып қалды. Мен әрқашанда осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды жақсылап иіні қанғанша ысқылап аламын. Содан кейін бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа 1 сағатқа қойып қоямын. Көтерілген қамырды бірнеше бөліктерге бөліп алдым да дөңгелек етіп оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Ішіне салатын салманы алдын ала дайындап алдым. Менің жағдайымда картоптың үстіне тұз, қара бұрышты сеуіп араластырдым да осылай салманы саламын. Екі жағынан бекітіп, видеода етіп басқылап шығамын. Осылайша барлығын дайындап аламын. Орташа деңгейде, орташа қалыңдықта қамырды жаямын дөңгелек етіп. Ішіне салманы саламын да екі жағынан жақсылап қысып бекітемін. Осылайша барлығын дайындап қоямын да 10 минутқа бетін орамалмен жауып демалдырып қоямын. Көтерілген қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын да пешке пісіріп аламын. Пирожкилардың пісу барысы ол сіздің пешіңіздің градусына байланысты. Менің жағдайымда 180-190 градусты пеште 25-30 минутқа пісіріп алдым. Пирожкиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, күшті болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.